Намұрыттың Ыбырайымды отқа өртеуі. Отын әзір болған соң Ыбырайымды шұңқырдың ортасына отырғызды. Оттың озалдан бір кемдігі бар еді. Ол жағында жақсы мен жаманды айырмай жайпап кететін. Ол жанған кезде жақсы мен жаманды айырмай жайпап кететін. Сонымен отынға май құйылып, шырпы тасталды. От лап ете қалды. Жалыны демде көкке жетіп, Ыбырайымға жақындай бастады. Сол сәтте орман тоғайдағы құс атаулы жаппай көкке көтерілді. Олар бұрын соңды болмаған зарлы үн шығарып шулай бастады. Ұядағы балапанға шейін шыңғырып шулағанда құлақ тынды. Жердің астын мекендеген қисапсыз жәндік жердің бетіне шығып кетті. Олардың бәрі бұрын соңды адам баласының құлағы естіп көзі көрмеген күйге, қорқынышты күйге түсті. Бақа шаян, шегіртке, бұзаубас, есек құрттар шаңырағында дыбыс шығарып сапырылысты да кетті. Төбеде қаптаған үйрек, қаз тырналар қиқулап, күннің көзін жапты. Бірақ не істерін білмей шарасыздық танытып, тынымсыз ұшып жүрді. Намұрыт мұны көргенде денесі түршігіп, буындары босап, жүрегін үрей биледі. Құдай, не болып кетті, өзің сақтай көр деп қалай күбірлеген өзі де сезбей қалды. Қорқынышын басу үшін, уа жарандар, бәрің бері қараңдар, мына аң құстарда бізге болысып, жалғаншыны отқа өртегенімізге қуанып жатыр деп теріс тәпсірледі. Жұрт та қорқынышты сезімді бастан кешіп тұр еді. Патшаның сөзінен жігер алып, жаппай шулай жөнелді. Отта қалған Ыбырайымды көргенде, бұлбұл шарасыздан көктен сорғалап кеп, өзіні отқа атты. Сол сәтте тәңірісі Жебірейілге, ана бұлбұлды отқа тигізбей қағып ал деп бұйырды. Жебірейіл бұлбұлды қағып алып, әй бұлбұл, мұның не деді таңғалып. Бұлбұл, Ыбырайымның отқа тірідей жанғанын көріп шыдай алмаймын. Бірде орман өртеніп, балапандарым отқа орана жаздағанда, Ыбырайым өзін қатерге тігіп, ұямды құтқарып қалған еді. Енді ол пәлеге душар болғанда, менің бейшара болып қалап тұрғаным жарамас. Не олса да пайғамбармен бірге өлейін деді. Бір кезде қарлығаш келіп отқа қанатымен су септі. Оны көріп өзге құстар, әй қарлығаш, сенің бір тамшы суың отқа бұйым емес қой. 15 істі қуалап қайтесің деді. Оны өзім де білем, бірақ мен ниетімді білдіріп жатырмын. Кімнің дос, кімнің қас екенін осындайда амалынан білінеді. Құр шуылдағанша құр істе деген. Қарлығаштай қанатымен су сепкен деген сөз содан қалыпты. Мұны естіп бүкіл құс атаулы көлге қарай лап қойды. Бір қазан ұртына су толтырып алып демде жетіп келді. Қалғандары қанатын өзенге малып алып, жоғарыдан су себелей бастады. Бірақ оттың ыстық жалыны олардың болмашы суын жерге тигізбей буға айналдырып жіберді. Алыстағы орманнан қасқырлар ұлып, аюлар ақырды. Пілдер ышқына шыңғырып, шарасыз күй танытты. Киіктер отқа қарсы дәрмені болмай алыстан мазасыздана шапқылап жүрді. Оттың жалыны көкке ұшқанда 5 фарсақ жерден анық көрінді. Бүкіл аң біткен алыстан анталап көзіне жас алды. Жолбарыстар шарасыз халде жер тырнағанда тырнағы мүжілді. Тіпті құрбақа екеш құрбақаға дейін ұртына су толтырып отқа бүріпті. Бұл сұрапыл майданды алыстан рахаттана тамшылап отырған бір ғана құс болды. Ол құзғын еді. Тезірек отқа піскен адамның етін жеп, бір рахатқа батайын деп жұтынды. Ол мұна сахна тезірек бітіп, адам етіне қарық болсам деген арманның құшағында тағатсыздана күтіп отырды. Ал жарғанат болса бұл кезде аяғынан асылып, үңгірге ұйықтап жатқан еді. Ол оқиғадан мақұрым болды. Сол себепті де оған ешқандай мәртебе бұйырмады. Қадірсіз күйінде қалды. Бұл кезде көктен қою қара бұлт келіп, «Уа, Ыбырайым, қаласаң мен нөсерлетіп отынды сөндірейін» деді. Ыбырайым, «Әй бұлт, мен сенің көмегіңе мұқтаж емеспін.
Маған алаңдамай егіс алқабын суара бер, қуаңшылық болмасын деп оны жөніне жіберді. Оттың лебі Ыбырайымның бетіне тиіп ыстық жалыны аздап біліне бастады. Енді сәл кешіксе бетінің терісін күйдіріп жіберетіндей қас қағым сәт тақап қалды. Сайтан да сол сәтте жүректің түкпірінен уәс-уәсін салып бастады. Ол: «Әй Ыбырайым, сенген құдайың қайда қалды? Неге ол өтті көшірмейді? Неге құдіретін көрсетпейді? Қазір тұқымың тұздай құриды. Одан да маған иман келтір. Басың істесе, дереу Намұртқа сәжде жаса. Мен сені мына жерден қас қағымда құтқарам» деп азғырды. Ыбырайымның қан тамыры бүлкілдеп кетті. Бүкіл періште шыдай алмай жанын шүбірекке түйіп, Құдайдың құдіреті қашан, қай тараптан шыға келер екен деп тыпыршып тұрды. Жебірейіл жанып жатқан оттың ішіне кірді де, күйіп кетудің азақ алдында тұрған Ыбырайымға қол созып: «Уа хақтың досы Ыбырайым, менен не жәрдем керек? Қызметіңе әзірмін» деп құлдық ұрды. Ыбырайым Тәңірісінің сүйген құлдарын ешкімнің көмегіне мұқтаж емеспін жақсы білетін. Мұқтаж етпесін жақсы білетін. Ол хақ тағаланың құдіреті, жәрдемі соңғы сәтте келіп жететініне иман кәміл еді. Періштеден көмек сұрамады. Нық пішінде отырып, «Хасби Рабби Джалалла, тәрбие етуші бір Алла маған жетерлік» деп зор дауыспен гүж ете қалды. Жебірейіл оның мызғымас сеніміне таң қалды да: «Достым, өзіңді бір Аллаға тапсырдым» деп кері шегінді. Ал пайғамбар болса: «Хасби Рабби Джалалла, Нури Ахмад, Сәл Алла, Наур қалби, Я Алла, Ла илаха илалла» деп зікірін бастай берді. Бұл кезде оттың жалыны көкке жетіп, бөріне бұтақтар пытырлай жанып, ыстық жалынмен Ыбырайымға тақап та қалған еді. Енді болмаса Ыбырайым отқа оранып, күл боп кетудің алдында тұрды. Бұл көріністі төбеден бақылап тұрған патша: осымен бәрі біткен шығар. Құдай сымағы мұны тәрк етті. Тірі құдаймен ойнаған өзінен көрсін деп шаттана бергенде оқиға мүлде басқаша рең алып сала берді. Оттың ұзын бір тілі пайғамбардың басына қарай ақырындап келе жатқанда Құдай оған бұлай деп әмір етті: «Ей от, досымды саламат сақта, бір тал шашы күймейтін болсын. Отырған жерін гүлзар бақ қыл» деп бұйырды. Сол сәтте қызыл жыланның ұшы самайына салқын самал болып тиді. Ыбырайым да сол мезетте: «Ух, Құдайым, Құдайдан көмек жетті. Ол бәдесін екі етпейтін ең ұлы құдірет» деді де шабытына шабыт, қайратына жігер қосып, әдемі әуеннің ырғағы мен зікірін үдете түсті. Көктегі құс атаулы оның зікіріне қосыла кетті. Жылан, жәндік, бақа, шаян, құрт, құмырсқа үрім бұтағымен шуылдасып, зікірге ілесе бастарын шайғай жөнелді. Алыстағы аңдар мен ормандағы жыртқыштар, таудағы арқарлар Алланы мадақтаған әдемі әуенге қосыла кетті. Аспан күңіреніп, тау мен тас теңселіп тұрды. Бір сәтте бүкіл әлем Тәңірді мақтап, мадақтап, айналаны кереметті әуезге орады. Намұрт не болып не қойғанын ұқпай қалды. Ол ұлық Алланы мұншалықты құдіретті деп ойламаған еді. Анталаған жұрттың алды зікірдің әсем әуеніне елтіп, еріксіз қосылып айта бастады. Намұрт далбасалап: «Отты үдетіңдер, айнала жанатын не бар, түгел отқа тастаңдар» деп ақырды. Ессіз нояндары ағаштан жасалған бұйымның бәрін үстіне ойланбастан лақтыра берді. Алқынып есі кетіп ентіккендері сонша ағаш бұттарын да өртке тастап жіберді. Бір қызығы, отынды үстеген сайын оттың ортасына гүлзарбақтың самалы есе берді. Намұрт шынданып кетуге сәлек қалды. Жанында тұрған сиқыршы кемпірдің желкесінен ұстап: «Әй кәрімістан, бар да Ыбырайымның сиқырын сындыр» деп отқа лақтырып жіберді. Кемпір ләм деп үлгермеді, от оны жалмап кетті.
Ол тұла бойына жұлын, жекесіне, жан жүрегіне өмір бақи қара ниет жинаған қас албастының өзі еді. Жанған кезде денесінен бұрқ етіп қара түтін ғана шықты. Қалған денесі бір уыс қара күл болып жерге ұшып кете барды. Бәрі кейін шегініп қаша бастады. Намұрыттың қыларға амалы қалмады. Жанындағы сарбаздарын жұбату үшін мұның бәріне кінәлі Тұран халқы. Егер 30 арба сексеуіл бергенде бұлай амалымыз таусылмас еді. Дереу Тұранға жорыққа аттанамыз, әскерді жинаңдар деп әмір берді. Жасауылдар кернейлетіп патшалықтың 4 тарапына хабар жіберді.